Кандай жазса керек ақпарат алып. Көліктен жасырсын. Қосымша ақпараттар. Жаңа ақпаратты қабылдаңыз. Жақсы, рахмет балалар. Отырамыз. Так, QR мен сканерден өткен сабақтағы не бойынша осы QR-лармен жаңа топқа бөлінеміз, иә, барлығымыз QR арқылы топтасатын боламыз. Жақынан істеңіздер. Әркім әртүрлі топ QR-ын түсіріп аламыз. Жақсы. Бірақ топтасаңыз кімге қандай топ түсті? Аудио тобы, имидж тобы, видео тобы. Киіз үйі тұр. Яғни осы үйіміздің ішіне сіздерге тағда әркім өзінің ең соңғы бағалауға қойылатын бағаларыңызды қойып, осы киіз үйі домбыраларыңызды көресіздер. Жақсы ма? Тапсырма барысында мына бағалау тарап сіздердің алдарыңызда жатыр. Осыған бағалау отырыстар өздеріңізді. Жерге өздеріңіздің аттарыңызды жазып қоясыздар. Сонда бағаланды. Көтерге де бағалайсыз. Қаласыз. Бізде өткен сабақта аштамен тектерін өтіп тоқталдығы, иә балар? Сол бойынша Георгий платформасында тестіға жауап береміз. Сол көтеріп, келіп, тапсырмаларды орындаймыз, иә? Сәйкестендіріңіз. Кім келеді? Өткен ақша береді, иә? Вот, телевизор, видите, он если видите, это тоже. Вы мне еще жалко, фильм я. А вы телевизор. А вот рамс, я. После пути я, наша, а мне там, а вот рамс, хай, ханати. Так, жақсы, екі қате шықты, екеуін дұрыстады, есте сақтайтын болады, иә, олар? Так, келесі бізде бағалау. Жаңа өз жұмысына кім неше сұраққа жауап берді, өз жұмысына 1 ұпай, топтық жұмыс бізде 2 ұпай, жұптық жұмыстар бізде ол 2 ұпай, жеке жұмысқа 4 ұпай болып, бекіту сұрақтар 1 ұпай, барлығы 10 ұпай сондайтын боламыз бұл сабақта. Алдарыңызда жатқан кішкентай книжка, иә, соған қазір алған балаларыңызды қоя беріңіздер. Бізде өріс қасиет қолданба және типик дегеніміз не? Деректер базасында конструктор режимде болашақ кестенің өріс атаулары және типтері болады екен. Ең қасиеттері және сипаттары болады екен. Осы өрістің қасиеті оның типтері, ал кез келген өріске және тән қасиет ол бізде оның қолтаңбасы болады екен. Қолтаңба өрістің тек қана қалдықтарда енгенетін арнайы атауы, енді олар екі түрде деректерді сақтау түрі, ол ортақтандырылған және таратылған. Ортақтандырылған бізде барлық ақпарат бір компьютерде сақталады. Ләминді тобы дербес компьютерде немесе желі серверде сақталады екен. Ал таратылған ол әртүрлі түрі компьютерде сақталған немесе жергілікті желі немесе ғаламдық желі болуы мүмкін дейді. Келесі сақталған деректің сипаты бойынша дейді, ол фактографиялық және қуаттылығы бойынша дейді. Осындай екі түрлі әдіспен деректер бізде сақталады екен. Қолданушыға деректер базасының түрлері, ол жеке қолданушы және топ қолданушыларға бөлініп кетеді. Жеке қолданушы ол бізде деректер базасын жасақтау программалық жабдықтар, жаңа өзіміздің бізде компьютерде Microsoft Access, офистік бағдарлама. MySchool бар, ол MySchool деген өткенде сіздерге HTML-де жұмыс жасап жатқанбыз, иә, енді HTML-де біз деректер базасын қосатын боламыз. Біз мысалы жасап қояды, сол жерде. Сол кезде біз MySchool-ды пайдалана береміз. Көп қолданушыға ол көп қолданушы деректер базасын құруға арналған программалық жабдықтама, олар жаңағы Orange және информатиктерге ешіле бар екен. Деректер базасының жолдарындағы жазбаларға деректер енгізгенде дейді, олардың типін көрсетуге болады екен. Сосын деректер базасын кесте түрінде құру, оны конструкторге, қазір сіздерге көрсеткен күніміз деректер базасында конструктор арқылы қалай кесте құру керектігін, және оның өрістік қасиеті және ұзын
мысалы мектептің алып көрейік балалар, сондай тағы қандай үлкен ақпараттар сақталатын органдар бар. Мектепте біз нені пайдаланамыз? Мектепте барлық оқушылар, мұғалімдер қайда тіркеліп тұр, біз қай жерде жұмыс жасаймыз? Білім алуда, иә? Яғни сыныптар бойынша жұмыс кетеді, сыныптар әрі өзінің несі бойынша бөлінеді екен, барлық оқушылар туралы мәліметтер сақталады. Тағы қандай ұйымда үлкен мәліметтер базасы сақталады? Мысалы қай жерден барып өзінің басының ойландыратын кабинеттер алады? Қазақстан халқының несі шоғырланған үлкен мәліметтер базасы екен. Тағы да қандай салада болуы мүмкін? Адам денсаулығына байланысты. Даму мен медицина саласында, иә, біз білетін осындай бірнеше үлкен мәліметтер қойылып жасалған мәліметтер жүргенде орында болады екен. Жақсы, балалар, топтық жұмыс жасамас бұрын кітаптарыңызда деректер базасы тағы ақпарат қосымша бір рет алып келіңіздер. Топтық жұмыстарға келесіздер. Үш топта жұмыс жасап боламыз. Жақсы, мына жерде балалар не көріп тұрмыз? Серверлер көріп отырмыз. Деректердің сақталуы. Деректер базасы. Осы арқылы бүгінгі сабағымыз не болады? Деректер базасы. Деректер базасы. Яғни компьютерде деректер базасымен жұмыс істеу керек. Компьютерде деректер базасын құру тақырыбымызды ашып алдық. Дәптеріңізге ыңғайлы болды ғой, сабақтың тақырыбын қойып отырсыздар, иә? Бүгінгі сабақта қолданылатын тірек сөздерге назар кетіңіздер. Өріс, жоқ, жазба, индекс қосу терминдер бізге керек болады екен, иә? Жазып аламыз дәптерге. Сабағымыздың мақсатын айтып кетейік, деректер базасы және оның құрылымы туралы түсінуіміз керек. Қандай деректер базасын құруды үйренеміз және деректер базасындағы өріс типтерін анықтаймыз. Деректер қорындағы кестелерді тәжірибеде қолдануды үйренуді деген сияқты, иә? Жаңа сабақ бойынша жақсы, үшінші топ видеоны оқытты. Келейік. Уақыт кетті балалар, айтыңыз. Biz kitaplardan жұмсалып, кітаптың атауын, авторы және шыққан жылын жазылатын кестені Өзіңіздің жұмыңыздың мінезі толған несін жазуға болады, әдемілігін, иә, бір минут ғана уақыт болған, тездетеміз, аяқтаймыз. Бағалық парақтарыңызға қойып отырыңыздар, жүріп бағалыққа. Жақсы. Бір-екі оқушы айтып өтекші кім болды? Сабақсы бойынша, иә, диаметрі. Рекия канал, көрікті жауапкершілігі мол, ақылды сыпайы. Ағылжан ақылды, сыпайы, әдемі, көрікті, әрі ақылды және белсенді. Әдемі, ақылды, көрікті, ұқыпты және белсенді. Жақсы, бір-бірлері алған жадыңыз ба? Ол ақылды сыпайы, тәртіпті, белсенді, Дәлер жазды? Жақсы, рахмет балалар. Бір-біріңізге болғандар сені қолға беріңіз. Бізге тапсырма берілген. Ол жерде кесте құрады. Оқушылардың кітаптар. Бірінші кесте құрдық, ол бізде оқушының аты. Сол жақта, оң жақта қай
қай сыныпта екенін. Екінші кітаптар деген кезде бұл жерде кітаптың аты және кімдікі екен. Берілген тапсырма бұл жерде ақпараттар бойынша екі бөлек кестеге жазуымыз керекпіз. Бұл жерде оқушылар кестесі және диктант кестесін жасауымыз керек болды. Міне оқушылар кестесі бізде берілген. Сыныбы оқушылардың аты жөні берілген. Кестеде ақпараттар айтылған, ал кітаптар жайлы өзіміз қосымша кітап жайлы ақпарат берілген жөнінде жанрын екеу жазу, сонда кітаптар туралы кітап атауы және жанры деп екі бағаға бөлінген. Жақсы, рахмет. Отырамыз. Екеуі мәліметтер толықтырады. Бұл жерде режим дегенге келесізді конструкторды басамыз. И сол жерде бізде таблица 1 деп тұр. Басқа атпен сақтасаңыздар да болады, таблица 1 мен қалдыра беремін. Енді бұл жерде не бар? Бізде таблица код деген жерге сіздерге берілген тапсырма бойынша бұл жерде не жазылу керек? Соны бәрін толтырып жазып шығамыз. Туған жылы және айы күндері. Екінші кесте боларсыз. Мүмкіндігінше болса, бірнеше егер мәтін болса, жібересізден авторлы нелер тақырыптары кететін болса, бірінші таблицаңыз бар, екінші таблица қайда қараймыз? Планға қараймыз. Негізгі бөлімде. Созданияны жазамыз. Таблица немесе конструктор. Сақталықтар. Бірінші таблица. Мынаны жауап сақтайсыз. Екінші таблицаны ашу үшін кестені ашу үшін. Екінші әйелі болыңыз. Бірінші кестеміз бар. Қысқа мәтін жаза бересіз, сонымен қысқа тезірек. Ең негізгісі кесте, белгілі бір кесте бойынша жазсаңыздар болады. Дата екілеме. Туған айтын дегенге жаңа типін таңдаймыз дедік қой, типінде сіздер не таңдайсыздар? Егер мәтін болса мәтінді, айдың сан болса, дата деген түр, числовой деген түр, екі түрі бар. Ала не болды? Кесте бар ма? Тоже сақтайсыз, екінші не ма? Сіздерге беріп тұрған кестені жасап шығарсаңыздар болды. Мәліметтер бойынша 5 сұрақ дайындалған, қол көтеріп, осы бекіту тапсырмасын жасап кеткенге өржек акция платформасы бойынша. Кейін жауап бересіздер, қол көтеріп. Бірінші тапсырманың сұрағы, деректер базасы дегеніміз не деді? Кімге біледі? Деректер базасы ақпараттың жүйені сақтау болды. Мұғалім не айтқан екізді? Тексереміз. Ол жақтанбады. Әрі қарай. Кері байланысты балалар келіп жүргенде астықтан қалтаға салсаңыздар болады. Кері байланысты виртуалды платформасы бойынша астықтармен беріліп қалтаға салсаңыздар болады. Кері байланысқа астықтарды деп қалтаға салыңыздар. Үй жұмысы деректер базасын жасап, деректер базасындағы төмендегі